Көкөністер салаты. Сәлем достар, бүгінгі видеода қысқа арналған көкөністер салатын жасайтын боламыз. Салатымыздың құрамын описание бөліміне толық жазып қалдырдым. Қызанақтарымызды блендерден өткізіп, сәбізді үккіштен өткізіп, сарымсақ пенен пиязымызды майдалап түрпішлеп турап аламыз. 150 мл сұйық майымызды қызып тұрған қазанға құйып қыздырамыз және пиязымызды қатты отта қуырамыз. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Пиязымызды қатты отта 5 минут қуырып алып, сәбізімізді 4-5 минуттай қуырамыз. 2 ас қасық тұзды қосып, араластырып және қуырамыз. 2 шай қасық паприка қосамыз. Достар, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша ащы бұрыш қоссаңыздар болады. Мен 2 шай қасық қара бұрыш қостым. Болгар бұрышын араластыра отырып қуырамыз. Болгар бұрышының үстіне 2 шай қасық теңіз тұзын қосамыз және араластырып, үстіне қызанақ томатын қосамыз. Қоспаларымызды түгелдей түбіне жапсып қалмас үшін жақсылап араластырып, 40 минут жай отта қақпағын жауып қайнатамыз. 2 ас қасық шекерімізді салып және қозғап араластырамыз. Дайын болуына 10 минут жақын қалғанда туралған сарымсақтарымызды қосамыз. Ас көктердің қалауларыңызша қосыңыздар, мен 30 грамм қостым және араластырып аламыз. Жай отта қайнатуды жалғастырамыз. Тұзын, дәмін міндетті түрде өздеріңіздің қалауларыңызша көріңіздер. Және 2 ас қасық 70% сірке суын қосамыз. Банкаларымызды 15 минутқа булап, залалсыздандырып аламыз. Қақпақтарымызды 5 минутқа қайнатып аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достар, бізге 1 тамшы уксустан қақпақтарымызға тамызып, банкілерімізді жақсылап жауып қою керек. Мінекей салаттарымыз дайын. Қақпақты мұқият жауып, ары-бері аударып, тексеріп көріңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болды. Сіздермен болған Қарлығаш.